Ассаламу алейкум құрметті достар, сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгінгі видеомда сіздердің назарларыңызға топ 5 әлемдегі ең ерекше адамдардың екінші бөлімін ұсынбақпын. Сіздер видеоны лайкпен қолдай отырыңыздар. «24 саусақты адам» Иоандре Эрнандес Кубада тұрады. Оның басқа адамдардан ерекшелігі қолында және аяғында 12 саусақ бар. Оның айтуы бойынша, қосымша саусақтар оған кокос ағашына өрмелеп шығуына және туристерді таңғалдыра арқылы қосымша ақша табуына көмектеседі екен. Ең ұзын шашты адам. Вьетнамда тұратын Тран Вай Хайдың шашының ұзындығы 7 метр. Ол көп жылдар бойы шаштаразға бармаған және өз бетімен шашын қысқартпаған. Оның айтуы бойынша, шашын алдырған уақытта басы қатты ауыратын көрінеді. Тран Вай Хай өз елінде халық емшісі және оған көптеген адамдар неше түрлі аурумен емделуге келеді екен. Ал оның ұзын шашы халықтың арасында емші ретінде оның абыройын көтерген сияқты. Мұз адамы. Нидерландиялық Вим Хоф әлемге мұз адамы ретінде танымал. Оның басқа адамдардан ерекшелігі өте төмен температураға ұзақ уақыт бойы төзімділігі. Вим Хоф осы уақытқа дейінгі суыққа төзімді барлық адамдардың рекордтарын бұзған. Бүгінгі таңда оның есебінде 9 әлемдік рекорд бар. 2008 жылы мұз бен суық су толтырылған мөлдір түтікшеде 1 сағат 13 минут 45 секунд бойы суыққа шыдаған. Ал 2009 жылы тек қана шорти киген күйі 2 күнде Килиманджаро шыңын бағындырған. Бразилиялық халық. Сан-Пауло қаласының 48 жастағы тұрғыны Валдир Сегато өзінің сүйікті актері Арнольд Шварценеггерге ұқсау үшін синтол екпелерін егіп, бұлшық еттерін өсірген. Құрылысшының бұлшық еттері бұл екпеден кейін сағат санап өсіпті. Ал салмағы 55 келіден 80 келіге бірақ жеткен. Алайда Валдир Сегатоның айтуынша, екпе денсаулығына еш зиянын тигізбеген, керісінше оң әсер еткен. Резеңке адам. 15 жастағы Джасприт Синг Клара өз отанында резеңке адам деген лақап атқа ие. Оның денесінің икемдігі соншалық, басын 180 градусқа бұра алады. Алайда бұл оның денесімен жасайтын көптеген ерекшеліктерінің біреуі ғана. Бүгінгі сіздерге арналған видеомда соңына жетіп қалды. Ал сіздер не жасау керек екенін жақсы білесіздер. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.